Сәлем достар, мен бүгін сіздерге учебная группа дорамасының соңғы 9 және 10 серияларын қысқаша мазмұндап беремін. Дорама қалай аяқталады екен, соны білу үшін соңына дейін көріңіздер. 9 серияның басында Пихануль және оның достарына тәртіптік комитеттің отырысы тағайындалғаны жайлы хабарлама ілініп тұрады. Ол бірақ 1 жыл болған оқиға екен. Бұл отырысты қайтыс болған Гоньёптың анасы мұғалім Оч Хон Хва деген тағайындаған екен. Содан кейін Пиханульді әкесі шақырып алып, жиналысқа қатысты өзінің наразылығын білдіріпті. Оған Пихануль өзі барлығын реттейтінін айтып, мұғалім Оч Хон Хваны баласы Гоньёптың көзінше пышақ тығып өлтіріп кеткен екен. Бірақ оның орнына басқа біреу қылмысты өз мойнына алыпты. Пихануль болса дым болмағандай өзінің бандасын құрып мектепте жүре берген екен. Кейін қазіргі уақытта да Пиханульге қатысты тәртіптік отырыс болатын жайлы қағаз ілініп тұрады. Гоньёп мұғалім Ли Хангёнмен кездесіп, бәрібір әділдік орнамайтынын айтып, жиналысты өткізбеуін сұрайды да өзінің анасын өлтірген адам Пихануль екенін айтады. Оны естіп, мұғалім Ли абдырап қалады. Директордың орынбасары Пиханульдің әкесіне келіп, тәртіптік отырысқа өзінің қатысы жоқ екенін айтып ақталып тұрады. Сол кезде Пихануль келіп, тағы да өзі барлығын реттейтінін айтады. Кейін желіде алдыңғы жолы Юнгаминнің тобы Йонбек офисында жалған атпен кіріп, бір жабдықты ұрлап алып кетпекші болды деген жалған видео тарайды. Блогерлер, журналисттар Юсон мектебіне келіп, солар жайлы видео түсірмекші болады. Осы жағдайды пайдаланып, директордың орынбасары керісінше Юнгамин мен оның достарына арнап тәртіптік отырыс жариялағысы келеді. Және мұғалім Ли Хангёнға оқу тобын жабатынын айтып, жұмыстан кетуін сұрайды. Мектепте қайтадан тәртіпсіздік орнап, жанжал, төбелес басталып кетеді. Оны Пихануль мен досы видеодан көріп мәз болып отырады. Осы жағдайлардан кейін Юнгамин мен достарының көңілдері түсіп кетеді. Оқу тобының кабинетіне Пихануль мен досы келіп, бұларға сендер не істесеңдер де Юсон мектебі бәрібір өзгермейтінін, оқу тобынан ешқандай пайда жоқ екенін айтып, өзінің адамдарына кабинетті тас-талқан еткізеді. Солай оқу тобындағы оқушылар жан-жаққа өз жұмыстарымен кетеді. Юнгамин оқу тобының жабылып қалу қаупі бар екенін сезіп, қалғандарын қайтадан кері қайтарып алуға көндірмекші болады. Солай ең алдымен Сихёнға барып, оның жұмысына көмектесіп, оның әкесінен Сихённың мектепте оқуына рұқсат алады. Кейін екеуі бірігіп, басқаларын да оқу тобына қайтып келуге көндіреді. Мұғалім Ли Хангён да айтқан бетінен қайтпай, тәртіптік отырысты өткізуден бас тартпайды. Солай 9 серия аяқталады. 10 серия. Юнгамин мен оның тобы мұғалім Ли Хангёнды тәртіптік отырысқа дейін аңдып, оған қауіп төнген жағдайда қорғамақшы болып шешім қабылдайды. Тәртіптік отырысқа 1 күн қалғанда мұғалім Ли Хангёнға директордың орынбасары хабарласып, оған мектептегі жемқорлық пен Йонбек қоры жайлы бар шындықты айтып беретінін айтады. Мұғалім Ли оған келісіп, мектепке онымен кездесуге барады. Детектив Натэман оны мектептің сыртында бақылап күтіп тұратын болады. Содан мұғалім Ли Хангён директордың орынбасарымен кездесіп отырғанда жарық өшіп қалып, директордың орынбасары кабинеттен шығып қашып кетеді. Мұғалім Ли оның соңынан іздеп шыққанда алдынан Йонбек бандасының адамдары атып шығады және Пиханульдің өзі де келеді. Ол директордың орынбасарымен бірге мұғалімге тұзақ құрған екен. Мұғалімнен телефонын тартып алып, оған жоқ болып кетуіне соңғы мүмкіндік беретіндерін айтып қорқыта бастайды. Бұл сөздердің барлығын детектив мұғалімнің түймесіндегі аудио жазба арқылы тыңдап отырған екен. Ол көлігінен шығып мектепке кірмекші болғанда артынан біреу келіп электрошокермен ұйықтатып тастайды. Бірақ сол кезде мұғалімге көмекке Юнгамин мен достары келіп қалады. Олар бұған дейін мұғалім
мұғалімнің әр қадамын аңдып отырған екен. Юнгамин мұғалім мен басқаларына тезірек қашу керектерін айтып, өзі болса Пиханульмен жекпе-жекке қалады. Сехён Пиханульдың досымен, Лиживу банданың басқа бір адамымен, Лижун болса өзінің кезінде Йонбек бандасының құрамына қабылданған ең жақын досымен бірде бірге шығып, оңай болмаса да оларды жеңіп тастайды. Ал мұғалім Ли Хангён мектептен қашып шығып келе жатқанда алдынан бір топ Йонбек бандасының адамдары шығады. Мұғалім не істерін білмей тұрып қалған кезде Хевон өзінің соңынан бірнеше адамды ертіп алып, оларға қарсы төтеп беру үшін жетіп келеді. Ол әлгі тәртіптік комитеттің мүшелерінің адамдары екен. Юнгамин мен Пихануль бір-біріне дес бермей, бір-бірінің әр соққыларына төтеп беріп, біраз уақыт бойы төбелеседі. Бірақ әрине Юнгамин өзінің ерекше техникасымен Пиханульді жеңіп тастайды да барлығын жақсы жағынан өзгертетінін айтады. Келесі күні Пиханульға қатысты тәртіптік отырыс өтіп жатады. Олар оны мектептен шығару жайлы шешім қабылдайды. Пихануль ашуланып мектептен шықпақшы болған кезде детектив келіп қалып, оған қарсы дәйектерді көрсетіп, оны қамауға алып кететінін айтады. Мектептің алдында барлығы Пиханульға аң-таң болып қарап тұрады. Ол Юнгаминға мектепті өзгерту қолынан келсе, өзгертіп көр деп айтады. Пиханульдың әкесі де бұл жаңалықты естіп, өздері барлығын реттесін деп көмектеспейтін болып шешеді. Оқу тобының кабинетінде әркім өзінің мектеп бітіргеннен кейін кім болып жұмыс істегісі келетіндерін айтып отырады. Содан Юнгамин мұнымен әлі олардың әңгімесінің аяқталмайтынын айтып, соңғы 10-шы серияда өз мәресіне жетеді. Юнгаминнің сөздеріне қарасан, әлі де жалғасы болатын секілді. Енді жалғасын тағатсыздана күтіп жүретін боламын. Ал әзірше сау болыңыздар. Бізден тағы басқа да қызықты видеолар күтіңіздер.